Ал енді қараңыздар, әйелдерін қорлайтын кімдер? Арабтар. Қызда адам қорлау көрмейтін кімдер? Арабтар. Қазірге дейін шариғаттың қайсысын орындап жатыр осы халық? Осыларға түсті дейді. Осылар керемет халық дейді. Қатынның астына гарем қылып көміліп жатқан кімдер? Сатып жатқан қыздарды, зорлап жатқан қыздарды. Дәл осы ел іштерін ашып билеп, болмаса тверк билеп, хиджаптарын киіп, бір жерлерін дірілдетіп, оған ақша қыстыртқандар кімдер? Дәл осы ақшаға көміліп рахаттанып қалғандарының барлығы бай ұрпақтары ғана, хан ұрпақтары ғана байып, мемлекеттің барлық қазынасына ие болып, қалғандар қайыр болып жүрген кімдер? Дәл осы мемлекет. Күшті деп ойлайсыздар ма? Дастархан таптап жүрген кімдер? Жалаң аяқ. Осылар. Мұсырдың жанында тамақ ішіп отыратын кімдер? Дәл осылар. Тағы не айтса болады? Нашасын, опиумын, жаңағы кальянын шегіп отыратын кімдер? Дәл осы мемлекет. Байлықтың бәрін не істейді? Мінекей бізде де сондай жағдай болды. Хан әулеті, бізде де егер сондай ұстанымды қолдасаңыздар, бізде де президент мінекей өзінің әулетін ғана бүкіл халықтың қазынасына асырады. Мінекей ұнай ма? Ұнамайды, ешкімге жақпайды. Дұрыс емес қой, дұрыс емес. Ендеше неге сол елге соншама ой араб болсақ, араб сияқты болсақ деп жабысып отырсыздар? Кешегі орамал таққан қыз қай елден еді өзі? Ол да сондай примерно сондай мемлекеттердің қатарынан ғой, орамал дұрыс тақпаған үшін жазаланып отыр, жанын тапсырып отыр. Оның жанын бергенде Құдай, жанын алатында Құдай. Солай емес пе? Ал олай болсам, әлемдегі ең алаяқ халық кім деп ойлайсыздар? Турция дейді, Түркия. Қазір арабтанып жатыр оларда. Аллахи дейді, сіздерді екі айналдырып кетеді, отырғызып қояды. Рамзан ше, Рамзан Қадыров. Аллаху акбар деп шыққан. Қалай болды? Одан кейін ирандықтармен қай мемлекетте өмір соғыс қой сол жақтарда, негізі жалпы сол мемлекеттерде дамымайған гейлер ше, анау қалталы азаматтар жас балаларды киіндіріп қыз сияқты билеткіздіріп қойып, сосын зорлайтын, ол қайдан келіп жатыр, қай жерден келіп жатыр? Егер соншалықты таза болатын болса, онда не болыпты? Сондықтан да олардың ең лас халық екенін ұмытпаңыздар. Адамның мың ұйықтаса да түсіне кіріп шықпайтын дүниелерді жасайды, лас дүниелерді. Арабтың әкелген діні ол қанмен келді, ал дінде мәжбүрлеу жоқ. Ал қан төгіспен арам ниет